Жезу жігіттері Жезқазған. Оп! Сәлем! Сәлем! Біреудің үйінде тұрып жатқан астаналықтар. Жанды жерлеріңізге тиіп кетті ме, дейме? Астана негізі білесіздер ме? Біз сіздерден қарағанда әлде қайда бақыттымыз ғой. Солай емес пе, жігіттер? Солай. Неге дейсіздер ме? Өйткені біз біреудің емес, Жезқазғанда өз үйімізде тұрып жатық. Солай ма, жігіттер? Солай. Бізде не жаңалық бар? Жезқазғанға кәрістер келгелі бері, иттер өрмейтін бопты. Жұрттарға жаңбыр жауып жатса, біздің Жезқазғанға протон жауды. Ей, протоннан не жамандық көріп жатсың, а? Біраз компенсациялы байып қалған жоқпыз ба? Негізі астаналықтар, біз сіздерге құрғол келген жоқпыз. Сіздерге арнайы Қазақстан футбол құрамасына сыйымыз бар. Жезқазғаннан арнайы Қазақстан футбол құрамасына 2 доп алып келдік. Біздің доптарымыздың сіздердің доптарыңызға қарағанда айырмашылығы Германия, Түркия қақпаларына кіреміз деп құлшынып жүрген доптар. Жігіттер, тегістендер болды, кіреміз. Жігіттер тоқтат. Ернұр түсінбедім. Ойын басталмай жатып қол ұстасыңдар. Не, махаббат па? Жоқ, қайдағы махаббат? Астананың желдері қатты соғады дейді, ұшып кетпейін деп тұрық. Негізден әр КВНші сүйікті жандарын сахнаға алып шығуды армандайды. Сол сияқты біздің арманымыз орындалды. Жезқазғаннан үміт артып келіп едік Астана, қашан бізге бұйырады Астанадан баспана. Басқаларға бақыт сыйлап жатыр екен Астана, қашан бізге бұйырады Астанадан баспана. Шын дос болсаң айтшы құрбым әсем қала Астана, қашан бізге бұйырады Астанадан баспана. Тамақтанып алайықшы, жабылады асхана. Асхана жаңалықтары. Ауылдағы әжеміздің аузына ақ ит кіріп, көк ит шықты деген естіген кәрістер әжеміздің аузын аңдып отыр екен. Біз жалғастырамыз, болмай қалған махаббат. Жаным, мен сені сүйем, маған тұрмысқа шығасың ба? Жаным, шын ба не? Шын айтамын. Папа, мамаған үйленем деп жүр ғой. Сен неге қуанасың? Осымен 5-ші күйеу балам белін сындырдың, кетіп полиция келетір. Тар көшеде болған оқиға. Ғашық жүрек фильмінен үзінді. Сіз Есен аға жүргізушісіз ба? Мен өскенде сіз сияқты жүргізуші боламын. Бастауыш сыныпта оқитын оқушының сабаққа дайындалуы. Екіге қосасың да, сосын 4-ке бөлесің. Жоқ, мен саған неше рет айтам. Бірінші 2-ні 2-ге бөлеміз да, сосын 4-те қосамыз деп. Жоқ, өзім дәптерім, өзім білемін. 2-ні 2-ге қосасың. Пап, мам, болдыңыздар ма, қашан көшірем? Едені қатты сықырлайтын бөлмеде болған оқиға. Сындырасың. Апамды отырсын. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Қай тақтаймен келесіз? Үшінші тақтаймен. Үшпен. Көз алдымызға елестетіп көрейік. Қазақ тілі қыз, қазақ жігіт. Ендеше қыз бен жігіттің кездесуі. Дың. О, сүйші. Мені күйеуім келді. Қайда жүрсің? Келді қой? Ұятта болса айтайын. Сол баяқ орыс тоқалымен тұрып атсың ба? Осы орыс тоқалың қай жері ұнамайды саған? Екеуіңді тең дәрежеде ұстап жүрмін ғой. Сен қашан көрдің? Тоқал мен бәйбішенің тең дәрежеде болғанына? Осы мен түсінбеймін. 42 әріпім бар. Менің орыс тілден қай жерім кем?
Сіздер ойламаңыздар, мен сіздерден шапалақ сұрап алып жатырмын деп. Мынаған түсілсін деп айтып жатырмын. I like him, move it, move it. I like him, move it, move it. Қараңыздаршы өздеріңіз. Не сөзінде мәні жоқ, не сөзінде сәні жоқ. Сол ағылшын тілімен көңілдес болып жүр мынау. Енді жас болғаннан кейін анаған да мынаған да барып қоясың. Жасын 20-да, 13-те отау есі дейді. Айналайын, шаңырағына ие болмайсың ба? Шаңырағыма ие болу үшін бюджеттен жартысын саған бөліп жатырмын. Мынаған қара айтып жатқан. Өздеріңіз куәсіздер. Бұл маған бюджеттен ақша беріп жатыр екен. Мен де аяқтанып төркіндермен беріп жатырмын бүйтіп. Халық көріп отыр ғой. 18-ші ғасырда Абайдың кигізіп кеткен киіммен әлі жүр. Сен егер маған беріп жатсан, мен қазір депутаттардың аузында жүрмеймін ба? Сен егер қазір маған беріп жатсан, мен Ақордада, парламентте жүрмеймін ба? Сіздерді айтып тұрған жоқпын. Сыртта жүрген адамдардың арасында жүрмеймін ба? Сыртта жүрген адамдар мен қасымда жүрмек түгіл, менің қасымда тұруға да ұялады қазір. Қайта Есен аға мен Мәди ағаға көп-көп рахмет. Жалғызсырамасын деп анда-санда бала-шағаны жинап келіп тұрады. Не, өтірік па? Не істеп тұрсың? Я нервничаю, понимаешь ты? Міне көрдіңіздер ма? Орыс тілі тоқалы бұның басын айналдырып алған. Нұржан, тіліңнен сол. Тіліңнен сол. Тіліңнен сол. Қойш, естіп еркелетесін дерден тоқалдарына кетіп қаласың ғой. Енді бұрынғыға қарағанда сен қасында көбірек қалып жүрмін ғой. Мүмкін мәлде қақып қоятын шығармын. Шын ба? Шын сүйгендер қосылмайды. Қосылғанмен бір болмайды деген қағиданы бір бұзайықшы астаналықтар. Мұқты қала жетқазанға көңіл бөлші астана, жер-жәннаты жетқазаным ұқсамайды басқаға. Арызалық поэзияны келіп едік астана, жетқазанның жігіттерін орта жолда тастама. Шындық болсаң айтшы құрбым әсем қала астана, жер-жәннаты жетқазаным ұқсамайды басқаға. Тамақтанып алайықшы жабылады асхана.